Қазіргі кезде көптеген ғылыми жұмыстар бар, ғылыми жазбалар бар, кітап жазады, дипломдық жұмыс жазамыз, диссертациялық жұмыс, мақалалар жазамыз әртүрлі, соларды жазған кезде біз міндетті түрде плагиат жасамау үшін оларға сілтемелер жасауымыз керек. Оны мен алдыңғы сабақтарда сілтемелер тақырыбында міне көрсеткем. Қолданылған әдебиеттер деген бізде бөлім болу керек. Бұны сілтемелер арқылы жасаймыз, Мысалы, мен осы реферат деп алайық. Реферат жазған кезде бір мәтіннің бір бөліктерін, бір мәліметтерді мен мына кітаптан алдым, әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі деген. Оның авторлары мыналар. Мен бұларды көрсетпесем, мен плагиат жасап, мына екі автордың құқығын бұзып тұрмын деген сөз. Мына жердегі қолданылған әдебиетте дәл солай. Яғни мен Абай және Пушкин деген кітаптан немесе мақаладан мен мына жерден алдым. Оның авторы міне осылай өзі қысқартылып берілген, барлығы көрсетіледі әдебиетті. Мен бұлай, егер де мен осы кітаптарды пайдаланып, материалдарды пайдалансам өзімнің жұмысыма, және де қолданылған әдебиетке осылай сілтеме жасасам, көрсетсем олардың қайдан алғанын, онда мен плагиат жасаған болып саналмаймын. Түсінікті ме? Мен онда авторлық құқықты бұзып тұрған жоқпын. Ал егер де мен мынаны қоймағанымда, онда мен плагиат жасап, мына авторлардың құқығын бұзып, заң алдында жауап беруге тура келеді ондай жағдайда. Енді плагиатқа тексеретін бағдарлама. Қазіргі кезде плагиатқа тексеретін бағдарламалар өте көп. Олар осындай авторлық құқықтардың бұзылмауына жол бермеу үшін және жаңағы студенттердің, оқушылардың мақалаларын, жұмыстарын қаншалықты олар өздері жасады, өздерінің еңбектері ме, соны тексеру үшін қолданылады. Мысалы, қазір магистратурада диссертациялық жұмыс жазылып жатыр, менде. Бізге талап қояды. Плагиаттағы уникальность дейді ғой, 70%-дан төмен болмау керек. Яғни мен өзімнің диссертациялық жұмысымның 30%-ын осындай әдебиеттерден нақты көшіріп аламын. Көшіріп алып, міндетті түрде қолданылған әдебиет жазу керекпін. Ал қалған 70%-ын мен өзім жазу керекпін. Мысалы, мен бір мақаланы оқыдым, біреудің кітабын оқыдым, немесе дәл оны мен көшіріп қоймаймын өзім диссертациялық жұмысыма. Одан өзімнің анализ жасаймын, түсінгенімді жазамын. Сол арқылы менде ол өзімнің жұмысым болып саналады. Ал егер де мен дәл сол ақпараттарды берген материалдарды қойып қойсам, онда ол плагиат. Мына жұмысты плагиатқа тексеріп көрейік. Мына копировать етіп алайық. Мысалы, менде мынандай бағдарлама бар плагиатқа тексеретін. Antipлагиаризм.net деген. Осы бағдарламаны ашайын. Міне бағдарлама ашылды. Бағдарламаның интерфейсы осылай көрінеді. Мұнда мәтінді жаңағы тексеруге жіберетін мәтінімізді бұлай қоюға да копировать ставить деп. Немесе бір документті алып қоюға да болады. Мына текст тексеріп көрейік. Проверить уникальность дегенге басамыз. Бұл бағдарлама бүкіл интернеттегі барлық бір документтері болады, журналдар болады, барлығының ішінен тексеріп шығады. Мынау сөздердің әрқайсысын, сөз тіркестерін 2-3 сөзден барлығын тексереді. Міне, мына жерде шығарып тұр, қараңдар. Соңына дейін аяқталсын. Уникальность тексті 4% деп, 4 қана процентін уникальный, ешқандай интернеттен табылған жоқ, ал қалған 96% интернетте бар деген сөз. Ол не үшін? Мен
бұл рефератты интернеттен алып қойдым, иә, өткен жолы сабақта түсіндірген кезде. Ал негізінен реферат немесе жаңағы еңбектер өзің жазған кезде бұлай алып қоюға болмайды. Сонымен мұнда көрсетіп тұрады. Совпадение 30%. Қайдан көшірілген? Мына сайттан көшіріліпті міне. 95% мына сайтта бар екен міне. Осылай қанша пайызы, қандай сөздер, қандай бөлігі, қай жердегі жұмыстан алынды, барлығы бұл бағдарламада көрсетіліп тұрады. Плагиатқа тексеретін бағдарламалар осылай жұмыс жасайды екен. Бұндай бағдарламалардан бөлек интернетте онлайн да бар. Онлайн антиплагиат деп іздесеңдер, неше түрлі сайттар шығады осы жерде. Бұл сайттарда дәл жаңағы бағдарлама сияқты жұмыс жасайды. Ол жерде де солай тексеріп алуға болады. Антиплагиат ұғымы түсінікті болды ма? Бөлім бойынша бақылау жұмысы, яғни сор. Келесі аптада болу керек. Келесі аптада мен бақылау жұмысын алуым мүмкін. Әлі де алдын ала айтамын. Сол үшін барлық тақырыптарға жақсылап дайындалып жүріңдер. Одан кейін бізде осы 90-да қандай тақырыптар болды, қандай біз жаңа тақырыптармен таныстық. Ол сілтемелер. Одан кейін біз гиперссылканы өттік, естерінде болса. Гиперссылканы 3 түрлі жолмен терезені ашуға болады. Және оның гиперссылканы қоюдың өзінің жолдары бар, интернеттен қоюға болады. Содан кейін компьютердің өзінің ішінде қоюға болады. Яғни желішілік, желі аралық деген бар еді ғой. Сол түрлерді естерінде жақсылап сақтаңдар. Одан кейін жаңағы соңғы өткен тақырыбымыз авторлық құқық және плагиат ұғымдары туралы. Кітапта барлығы бар. Кітаптан қолдарыңда не бар дайындалатын? Сендерде кітап бар, және мен жіберген видеоматериалдар бар, соларды жақсылап қарайсыңдар, соларды жақсылап ұғып алсаңдар, түсініп алсаңдар, бақылау жұмысы өте оңай болады. Біздің негізі жаңа тақырыптарымыз қайталау ретінде өтіледі, міне қарасаңдар, мазмұн, одан кейін біз бұлардың барлығын алдыңғы сабақтарда өтіп қойдық. Мазмұн, гиперсілтемелер құру, қалған тақырыптар, бұлар практикум, яғни сендер өздерің практикалық жұмыс жасау керек болатынсыңдар бұл сабақта. Қазірге осы тақырыптар, міне 3 тақырып: сілтеме, гиперсілтемелер, авторлық құқық және плагиат ұғымдары. Осы біздің осы 90-дағы негізгі тақырыптар. Сондықтан осы тақырыптарды игерсеңдер, бақылау жұмысын жақсылап жазып шығамыз. Сұрақтарың жоқ болса, онда сау болыңдар. Келесі сабаққа бақылау жұмысын жазуымыз мүмкін, тағы да ескертіп кетейін.